Қайырлы күн баршаңызға. Мен YouTube'a мүлдем видео салмай кеттім. Бүгін сіздермен сөйлесіп, әңгіме айтып, видео салғым келіп отыр. Өйткені мен көп видеомды музыкамен жасаймын. Содан кейін маған көбісі айтады, неге сөйлеп салмайсың дегенге келтіреді. Бүгін сол өзім сөйлеп салайын дедім. Бүгін даусымда онша болмай тұр. Сіздерге бүгін қарапайым үлгі, үйде жас келіндер, үйде жүретін келіндер, ата-ененің қолында тұратын келіндерге арналған образ десем де болады. Орамал тағу үлгісі. Мен үстінде үй қалады. Шашымызды былай бір буып алайық. Өзімізге ыңғайлы қылып, осылай. Оны да бүйтіп қыстырып тастайық. Түйіп алайық дегенім ғой, енді былай түйіп алайық. Негізі әртүрлі тағатындар бар. Мен осыны қолданам. Үлкен дор бейіп тұрғаннан көрі осыны ыңғайлы көремін. Қазір тем более жаз уақытысы басымыз қатты ыстықтап кетеді. Қаттандай бұйра-бұйраларды тағуға. Сол үшін мен қазір орамал тағып көрсетейін. Бұл стандарт. Ұшым осылай 4 бұрышты орамал. 4 бұрышты орамалды 3 бұрыш қылып аламыз, өзімізге ыңғайлы қылып, басымызға туралап. Енді артымызға тастаймыз. Өзіңізге ыңғайлы орамалдардың түр-түрін алсаңыздар болады. Мысалы, маған осы. Енді оны былай жинап, екі ұшын біріктіреміз. Байлаймыз, жақсылап. Басымызды қысатын болса қыстырып, қыспайтын болса қыстырмай, күшлеп тұрып тағып аламыз. Ал ең соңғы этап мынаны шаштың астына тығып жүрген дұрыс болар бізде. Қалай? Әдемі болды ма? Енді мынаны әдемілеп ораздырамыз. Күшлеп тұрып ораймыз. Үстіне мұның астынан шөйлеп алып маған тығып жібереміз шетіне. Қыздар, бұл мүлдем шығып кетпейді, уайымдамаңыздар. Үйде, қонақ күткенде, жұмыс істеп, үйдің тірлігімен жүрген кезде басымызда орамалдарымыз кейде қисайып кетеді. Сол кезде осы способ өте жақсы, әрі жинақы тұрады, әрі әдемі тұрады. Үйде жүргенде осылай орамал тағып жүрсеңіздер болады. Сіздерге бүгінгі менің блогым ұнады деп ойлаймын. Әрдайым менімен бірге болыңыздар. Күн сайын енді мен видео салып отыруға тырысамын сіздерге. Мені күтіп отырыңыздар. Керемет видео салуға тырысамын.